Армысыз, Қасым-Жомарт Кемелұлы. Бір елдің басшысысыз, беделері. Халықтың халі нашар, ызасы от. Мен сізден жасырайын, неге мұны? Қазақтың айтар болсам жағдайын, санасын басып алған саруайым. Сөзімнің жететінін білгендіктен, жағынып, жалған мақтап неғылайын. Халықты шенеуніктер қанап отыр, қаңғыған қорқаулардай талап отыр. Жаңа басшы жаңа жолға бастай ма деп үмітпен күллі жұртым қарап отыр. Салғанмен астанадай шаңырақ бір, далада ауыл түгел қаңырап тұр. Жаутаңда бірде анда, бірде мында, не істейміз деп жамырап тұр. Үйренген азапқа да, мазаққа да, сабыры ұлтыңыздың ғажап дара. Көп ұлтты Қазақстан дегенменен, ұлттардың ең сорлысы қазақ қана. Бас құрбан, елім үшін жүрек құрбан, жайым жоқ, тәқ мансапқа тілек қылған, әуелі Құдай, сосын қалың қазақ, басқандай қамқорым жоқ, тіреп тұрған. Ел дегендер экстремист саналуда, тергеусіз, тексерусіз қамалуда, полиция, комитет, прокурор, сот соңынан тыным бермей шамалуда. Қол үшін бере алмайтын қиналғанда, билікке себеп тым көп иланбауға, білмеймін, Ақордаға шеттерінен қайрымсыз, қансыз ғана жиналған ба? Сіздің жақ тек бұйыруды ұнатады, сол біздің еңсемізді құлатады. Арыз айтқан ауылдың мұғалімін неге қорлап кешірім сұратады? Ел тозбас, бастаушысы болса мықты, бабалар баққа жетер жол салыпты. Айыбымыз бар болса айтыңыздар, үкіметке не жазып ек соншалықты? Осыған дейін талай амалдадық, тыныштық бұзылар деп алаңдадық. Өзгеріс боладына сендіретін әділетті сайлауда таба алмадық. Қашанғы осылардан бұғамыз деп, қашанғы ызамызды тығамыз деп, қураған шөп секілді халық отыр, бір күні алаңдарға шығамыз деп. Әзір тыныш болған соң үміт әлі, ол сөнсе халық бәрін ұмытады. Шырпы тиіп тұтанса қураған шөп, айтыңызшы, ол өрттен кім ұтады? Жан емеспін, жақсыны алалайтын, жайлар көп жүрегімді жаралайтын. Айтыңызшы, ынжық билік кімге керек, көк туды да қорғауға жарамайтын. Жасақын басыңызды қатырмасын, артық сөйлеу қашанда ақынға сын. Сұрағымыз келгені үш-ақ нәрсе, бір тілділік, жеріміз сатылмасын. Үшіншісі, келімсектер келіп алып қазақты құлғып тізе батырмасын. Бар еді хан құрметтеу салтымызда, қанықпын сыртыңыздан даңқыңызға. Шынымен қазақ үшін қорған болсаң, орман боп қазақ тұрар артыңызда. Алаға, елдің сөзі осы боп тұр. Не деп жауап берейін халқыңызға?